Саламатсыздар ма оқушылар? Мен Абдыкалыкова Света Байеке қызы, биология мұғалімі. 10 класс биология сабағы. Бүгін биотехнология бөлімін бастаймыз. Сабақтың тақырыбы микроағзаларды өндірісте, ауыл шаруашылығында, медицинада, тұрмыста қолданудың артықшылықтары мен кемшіліктері. Бүгінгі сабақта сіздің білетініңіз биотехнологияда қолданылатын тірі ағзалардың артықшылықтары мен кемшіліктері. Сіздің меңгеретініңіз биотехнологияда қолданылатын тірі ағзалардың артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылау. Биотехнология адамға қажетті өнімдерді биологиялық нысандардың көмегімен өндіру. Биотехнология нысандары микроорганизмдер, жасуша органоидтері, биологиялық белсенді молекулалар, өсімдік жасушалары мен жануар жасушалары. Биотехнология ғылыми-техникалық прогрестің басқа салаларының арасында ерекше орынға ие. Ол мына салалармен байланысты: молекулалық биология, гендік инженерия, микробиология, өсімдіктер физиологиясы, биохимия, генетика және селекция. Алдымен негізгі ұғымдармен танысайық. Антибиотиктер – бактериалды инфекцияларды емдеу үшін қолданылатын препараттар. Витаминдер немесе дәрумендер – ағзаның қалыпты жұмыс атқаруы үшін қажетті күрделі органикалық қосылыстар. Ферменттер – ағзадағы химиялық реакцияларды жылдамдататын биологиялық белсенді заттар. Биологиялық объектілердің бірі микроорганизмдер. Оларға прокариотты және эукариотты ағзалармен қатар вирустар жатады. Цианобактериялар нәруіздің болашағы зор продуценттері болып табылады. Бұл олардан болашақта көп мөлшерде нәруіз алуға болады деген сөз. Цианобактериялар деп аталатын көкжасыл балдырлардың бір өкілі спирулинаның маңызы туралы бейне көріністен біле аласыздар. Көзге онша байқалмайтын балдыр спирулина қандай ағза? Оған кезінде Америка президенті Обаманың отбасы да назар аударған. 1974 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бүкіләлемдік өндірістік конференциясында спирулина адамзат үшін қоректің табылмас көзі деп жарияланды. Сонымен спирулина деп аталатын жасыл түсті биомассаның феномені қандай? Микроскопиялық балдыр спираль тәрізді пішінде. Бір талшығының ұзындығы 0,3-1 мм аралығында. Оның жасушалары күн энергиясын сіңіруге және көмірқышқыл газы мен судан күрделі органикалық зат түзуге қабілетті. Фотосинтез процесі кезінде оның жасушалары біздің ағзамызға қажетті нәруіз, глюкоза, қаныққан май қышқылдары, дәрумендер өндіреді. Осылайша тіршіліктің ұсақ құрылымы өзіне тіршіліктегі маңызды элементтерді жинақтаған. Спирулина әрі өсімдік, әрі бактерия, минералдар мен дәрумендер жиынтығы, адам ағзасына оңай сіңірілетін амин қышқылдарының кешені. Оның жасуша қабырғасы жақсы қорытылады. Ол 100-ден астам қоректік заттарға ие. Бірақ спирулина дәрі емес. Ол өзінің шеруін Африкадан бастады. Чад көлі ауданының халқы оны бұрыннан тамаққа пайдаланады. Спирулинаның басқа түрі кеңінен таралған жер Мексикадағы Тескоко көлінің суы. Спирулинаны америкалық ғарышкерлермен қатар ресейлік ғарышкерлер де қолданады. Ол туралы ғалымдар не дейді? Әлемнің жүздеген ғалымдары оның химиялық құрамы мен адам мен жануар ағзасына биологиялық әсерін мұқият зерттеуде. Спирулинаның құрамында 65% нәруіз, 19% көмірсу, 6% пигмент, 4% липид, 3% талшық, 3% күл бар екені анықталды. Әлемде көптеген адамдар аштықта өмір сүруде. Спирулина ғаламдық аштықтың қарапайым шешімі бола ала ма? Ол көптеген елдерде өндіріледі. Оның басқа жеуге жарамды балдырлармен салыстырғандағы артықшылығы өсіруі жеңіл, биомассаны жинау. Сондай-ақ спирулина тұтас планетаны жылыжай эффектісінен құтқара ала ма? Басқа елдерде спирулинаны әдетте жасанды су қоймаларда немесе арнайы ыдыста өсіреді. Құрамында дәрумендер мен микроэлементтер кешені болғандықтан ағзаны жалпы нығайтатын әрі иммуностимулдаушы зат ретінде қолданылады.
Оқушылар бейне көріністен спирулинаны бірнеше бағытта қолдануға болатындығына көз жеткіздіңіздер. Микроорганизмдердің көбісі жоғары деңгейде ферментативтік қызмет атқарады. Сондықтан бірінші кезекте тамақ өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығында кең қолданысқа ие. Олар ірімшік, йогурт, айран, қымыз, шарап, сыра, май секілді тағамдар өндіруде қолданылатын сүт қышқылды бактериялар мен сірке қышқылды бактериялар. Сүт қышқылды бактериялардың кейбір өкілдері көмірсуларды сүт қышқылына, этанол мен көмір қышқыл газына айналдырады. Стрептококкус туысына жататын бактериялардың өкілдері тек сүт қышқылын өндіреді. Ал лактобациллус туысына жататын бактериялар сүт қышқылымен қатар басқа өнімдерді алуға мүмкіндік береді. Кейбір сірке қышқылды бактериялар этанолды сірке қышқылына, ал сірке қышқылын көмір қышқыл газы мен суға айналдырады. Оқушылар осы ашу процесінің түрлері туралы келесі бейне көріністен танысайық. Ол сүтті ірімшікке, жүзімді шарапқа және арпа қосылған қайнаған суды сыраға айналдырады. Бұл өзгерістер бізге сиқыр сияқты көрінуі мүмкін. Алайда бұл процестер заттың қасиетін микроағзалар көмегімен өзгерту арқылы жүзеге асады. Бұл ашу деп аталады. Ашудың түрлері сіздің аштығыңыз келетін тағам мен сусынға байланысты. Дегенмен ол көбінесе қанттың басқа өнімдерге айналуын білдіреді. Бұл реакция үш түрлі микроағзалардың көмегімен жүре алады. Бактериялар, ашытқылар және зең. Ашытқы мен зең саңырау құлақтарға жатады. Ашытқы бір жасушалы ағзалардан тұрса, зең құрылысы тармақталған көп жасушалы ағзалардан құралады. Бұл микроағзалар дәмді тағам жасайды дегенге сену қиын. Бірақ біз оларсыз көптеген азық-түліктерді жасай алмас едік. Мысалы, шарап оттектің қатысынсыз жүзім шырынына ашытқы қосу арқылы алынады. Бұл жағдайда ашытқы табиғи қантты этанол мен көмір қышқыл газына айналдыру үшін ферменттер бөледі. Түзілген көмір қышқыл газы шампан сияқты сусындардың көпіршіктерін жасауда қолданылады, немесе ауаға жіберіледі. Кей жағдайларда көмір қышқыл газы ашу процесінің негізгі өнімі болып табылады. Мысалы, нан пісіруде. Ашытқылар ұндағы крахмалды этанолға айналдырады. Ол пісіру кезінде буланып кетеді. Ал бөлінген көмір қышқыл газы нанның көтерілуіне көмектеседі. Оқушылар бейне көріністен ашу процесі тек тамақ өнеркәсібінде қолданылмайтындығын байқадыңыздар. Қосалқы өнім этанол биогаз деп аталады. Оны ауыл шаруашылығының қалдықтарынан бактериялардың көмегімен өндіреді. Ал бұл өз кезегінде мүлдем жаңа энергия қорын алуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ оларды металдарды бөліп алу үшін мұнай қабаттардан мұнайды алу үшін қолданады. Микроорганизмдердің ауыл шаруашылығындағы және өндірістегі маңызы мұнымен шектелмейді. Өсімдіктердің азотпен байытылуы бұршақ тұқымдас өсімдіктердің тамырында болатын түйнек бактерияларының есебінен жүреді. Сондай-ақ спирт, ацетон, сірке қышқылы алынады. Жануарларға жемшөп дайындалады. Ашыған сүт өнімдері шараптармен қатар, олардың атқаратын бір қызметі күйіс қайратын жануарлардың асқазанында күрделі көмірсу целлюлозаны ыдыратуы. Биоконверсия өсімдік пен жануар массаларының компоненттерін микробиологиялық және ферментативтік жолмен әртүрлі заттарға және өнімдерге айналдыру. Жемшөп қоспалары жануарлардың ауруларға төзімділігін арттырып, оларға салмақ қосады. Дегенмен қоспаның көп мөлшерде болуы олардың сүйек пен бұлшықет ұлпаларында гормондар мен антибиотиктердің жиналуына әкеледі. Микроорганизмдердің медицинадағы маңызы олардан
обаға қарсы препараттар, витаминдер немесе дәрумендер, амин қышқылдары, ферменттер, антибиотиктер, гормондар, вакциналар алынады. Гендік инженерия саласындағы жетістік өздеріңізге белгілі инсулин гормоны мен интерферонды өндірісте алу мүмкіндігі. Оқушылар, келесі бейне көріністен сіздер осы саладағы және басқа бағыттағы қазақстандық биотехнология саласындағы жетістіктермен таныса аласыздар. Қазақстандық ғалымдар биотехнологияның болашақ препараттарын жасау жұмыстарын жалғастыруда. Отандық мамандардың жетістіктері күйіктерді емдеуде, тұмауды емдеуде көмектесіп, сондай-ақ ластанған топырақты тазартуда да қолданылды. Осыған толығырақ тоқталсақ, Қазақстан ғалымдары жануарлардың инфекциялық аурулар диагнозын анықтау мақсатында 30-ға жуық тест жүйесін құрастырды, 25 вакцина жасап шығарды. Оның ішінде құс тұмауы мен шошқа тұмауына қарсы отандық вакциналар бар. Ірі қараның бруцеллез диагностикасына арналған қазақстандық жүйесі пайда болды. Бұл жүйенің ерекшелігі бруцеллез диагностикасын дала жағдайында 10 минут ішінде қоюға болады. Қазақстандық ғалымдар сондай-ақ ауыр күйік жағдайында емдеуге қолданатын препараттар жасап шығарды. Күйіктің 3-ші және 4-ші дәрежесіндегі 70 пациент жазылып шықты. Елімізде мұнай мен ластанған топырақты тазартатын отандық биопрепараттар пайда болды. Мәселен, биотехнологияның ұлттық орталығы өндірген өнімдердің арқасында Маңғыстау облысының Жетібай аумағында 32 000 тоннадан астам топырақ тазартылды. Биопрепараттар мұнай өндірілетін мына аймақтарда өндірістік сынақтан сәтті өтті. Мәселен, Атырау облысы Құлсарыда 20 700 тонна, Маңғыстау облысы Қаламқаста 12 420 тонна. Қарағанды облысындағы Павлодар Шымкент мұнай құбырындағы авариядан кейін 11 000 тоннадан астам топырақ тазартылды. Бұл экобак және бак ойл деп аталатын отандық препараттардың арқасы. Алдағы уақытта оларды 20 000 тонна шамасында өндіру жоспарланып отыр. Оқушылар, бейне көріністен отандық биотехнологияның микробиология саласына негізделген жаңалықтарымен таныстыңыздар. Микроорганизмдердің табиғаттағы маңызы, органикалық қосылыстардың минерализациясы, қоректену тізбегінің соңғы бөлігі болып табылатын микроорганизмдер редуценттер деп аталады. Топырақ құнарлығын арттыру, бұршақ тұқымдас өсімдіктердің тамырында болатын түйнек бактерияларының есебінен жүреді. Сондай-ақ шіріту бактериялары табиғат санитары болып табылады. Микроорганизмдердің іс-әрекетінің нәтижесінде мұнай, тас көмір, шымтезек, әктас түзіледі. Микроорганизмдердің артықшылықтары: ағзада иммунитет қалыптастырады, редуценттер болып табылады, фармакологияда, биотехнологияда, ауыл шаруашылығында және тағам өнеркәсібінде кең қолданылады. Микроорганизмдердің кемшіліктері: жұқпалы аурулардың қоздырғыштары, тағам өнімдерінің бұзылуына әкеледі. Ғимараттардың, құбыр желілерінің, металл құрылымдарының, жерасты бөліктерінің бұзылуына себепші болады. Оқушылар, бүгінгі сабақты жақсы меңгерсеңіз, сіздердің назарыңызға мына үлгідегі тапсырма мен сұрақтарды ұсынамын. Дұрыс тұжырымдарды таңдаңыз. Бірінші, барлық микроорганизмдер прокариоттарға жатады. Екінші, микроорганизмдер жасушалық организмдер. Үшінші, барлық микроорганизмдер ауру туындатушы. Төртінші, тіршілік үшін қолайсыз жағдайларда бактериялар спора түзеді. Бесінші, микроорганизмдер қоректену тәсілі бойынша гетеротрофтар да, автотрофтар да болып табылады. Алтыншы, микроорганизмдер қарапайым екіге бөліну арқылы көбейеді. Жетінші, бактериялық ауруларға оба, іш сүзегі, бруцеллез, туберкулез жатады. Дұрыс тұжырымдар: тіршілік үшін қолайсыз жағдайларда бактериялар спора түзеді. Микроорганизмдер қоректену тәсілі бойынша гетеротрофтар да, автотрофтар да болып табылады. Бактериялық ауруларға оба, іш сүзегі, бруцеллез, туберкулез жатады. Бекіту сұрақтары. Бірінші, биоконверсия дегеніміз не?
Биоконверсия дегеніміз өсімдік немесе жануар шикізатын толық пайдалану, олардың қалдықтарынан басқа өнімдер алу. Екінші сұрақ. Инсулин мен интерферон өндіру биотехнологияның қай саласына қатысты? Инсулин мен интерферон өндіру биотехнологияның гендік инженерия саласына қатысты. Үшінші сұрақ. Биогаз өндірудегі бактериялардың рөлі қандай? Биогаз дегеніміз этанол. Этанол ауыл шаруашылық қалдықтарынан бактериялардың көмегімен өндіріледі. Және бұл мүлдем жаңа энергия қорын алуға мүмкіндік береді. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.